бір ғалымның бір кереметтей бір сөзі бар. Егер адамдар дейді, анау бізде чесноктың иісі бар ғой. Чеснок жеген адамның асқазанынан жағымсыз иіс шығып тұрады. Дәл сол секілді чеснок шай жеген адамның аузынан жағымсыз иіс секілді біреуді ғайбаттаған иісті сезгенде еді адамдар дейді. Бір-біріне қарап сөйлемей қоятын еді деген. Қазір мына жерде Абидин ұстаз үндемей отыр. Мен үндемей отырсам, ауылдағы Күләнданың құлағын шыңылдатамыз, көршіміз Сапаргүлдің құлағын шыңылдатамыз, қайтып келген әлгі дүниелерді малдардан еғыламыз, түгендеп отырамыз ойша. Алла тағала Құран-ы Кәрімде бір-бірлеріңді жамандамаңдар. Тіпті кей мәселелерде Худжрат сүресінде жаман ойдың өзі күнә деп айтқан. Біз айтамыз, Құдайдың өзі кешірсін дейміз, әңгімен періп отыра береміз. Өтірік әңгіме болсын, әлгі өсегі болсын, басқасын басқа. Не істейміз? Құдай кешіреді ғой шіркін дейді. Или болмасам, қайтыс болған адамның артынан не дейміз? Жер жеткізіп бармасын құр-құрда. Өтірік айтып атқан жоқпын ғой деп, олар әңгіме сойып отырады. Ол өтірік емес қой деп қояды. Өсек. Ол міндетті түрде ол не болмауы керек. Ана жақта ол көрсін, көрмесін, ол өсек болып саналы береді ол. Ана біз өзіміз мынандаймыз. Біреудің құлағын шыңылдатсақ, бәледе шыңылдатамыз. Біреу өзін біздің құлағымыз шыңылдатса, Тұрсынбектің айтқан бір жақсы сөз бар ғой. Мен осы Сапаргүл Күләнді жамандап отырау деп, ар жақтағы біреудің құлағын шыңылдатып бере саламыз біз. Сол үшін Құдай ол нәрседен бізді не қылсын, сақтасын. Манағыдай нәрсе ғой. Біз күнә атаулыдан мына жердегі жүрген бәріңізді Алла тағала тәубелеріңізді қабыл ету үшін алып келді. Неде? Мысалға да, Құдай тағала сізбенен бізге рақым төкпесе кім төгеді айтыңыздаршы. Уәл инсан әли раббихи лаканут деген аят бар Құранда. Расында адам баласы Раббысына наразы деген аят бар. Не үшін наразымыз біздер? Біздер дұға қыламыз, я Алла, күнәләрімді кешір, жарылға деп дұға қыламыз. Бірақ сол дұғаны жасап бола сауымен күнәға қарай ұмтыламыз. Күнәға қарай ұмтыламыз біз. Ана қағбада жақсылап жылап аламыз, я Алла, күнәләрім кешір. Абидин ұстаз сәл бір қатты жүріп кетсе, Абидин жай жүрсеші. Адасып кетті, табанымыз ауырып кетті. Міне көрдіңіз бе? Біз Раббымыздан кешірім сұрап аламыз жақсылап. Я Алла, кешір, күнәләрім бәрі жарылға деп көзіміздің жасын көл қыламыз. Көзіміздің құрғағы жасы кетіп сүртіп болғаннан кейін не қыламыз? Әлгі иығыңыздан түртіп кеткен ана қара киініп алған әйелдер бар, ихрам киіп алған ер азаматтар бар, коляска табаныңызға, аяғыңызға тиіп кетсе, ой деп тістеніп тұрып не қыламыз? Жоқ, бұл жер Раббыңыздың рақымы түскен мекен болғандықтан пайғамбар алейхиссалам жүрген мына жерден. Ойлап қалмаңыздар сіздер. Сіздер кімнің соңынан жүргендеріңізді, кімнің ізімен жүргендеріңізді. Мына жерде Қағба бұл ойнайтын жер емес бұл. Қағбаны пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның атасы, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның атасының кезінде не болды? Піл оқиғасы болды. Алла тағала бұл Қағбаны пілден құтқарып қалған. Пілден құтқарып қалған. Кесет, жаншып, немізге дейін, ішек шабағымызға дейін ақтарып кететін пілден құтқарып қалған Алла. Не үшін? Сіз бенен мен үшін. Сіз бенен мен үшін Алла тағала оны пілдің табанның астынан сақтап қалған. Не үшін ол? Сіз бенен біздің тәубеміздің қабыл болатын орны болғандықтан. Намазды Қазақстанға барғанда да оқи аласыз. Намазды бөлмеде де оқи аласыз. Намазды осы мешітте де оқи аласыз. Бірақ тауаф деген нәрсені қайда жасайсыз? Қайда жасайсыз? Айтыңызшы. Тек Қағбада ғана жасай аласыз. Сондықтан Қағбадағы беріліп жатқан нығмет бұл басқа елдерде, басқа жерлерде берілетін нығметтен бөлек оның есебі. 2 рәкат намаз оқысаңыз қанша? 100 мың есема? Оқи беріңіз. Біздікілер әлгі бір цифрларға қатық болады. Мысалға тәсбінің өзін беріңізші. Мұна тәсбі 33 рет айналамыз. Субханалла, 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 алхамдулилля, 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 Аллаху акбар, Аллаху акбар. Біз бірақ күнәмізді дәл осы тәсбih секілді не қылмаймыз, сараламаймыз. Біз неге екенін белгісіз, тек Раббымыз айтқан кезде ғана не қыламыз, тәсбihге сала бастаймыз. Рас қой. Субханалланы 33 рет айтсаң жәннатқа кіреді дейді. О, бол, субханалла, 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 алхамдулилля, 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 Аллаху акбар, Аллаху акбар. Күнәні егер біз осылай санайтын болсақ дейді ғалымдар,
Мынау біздің айтқан субханалла мен альхамдулиллахымыздың санынан асып кетеді дейді. Біз неше жылдан бері намаз оқыдыңыз десе, біз сразу сандарды айтамыз. 10 жылдан бері намаз оқып келе жатырмыз, альхамдулилля деп қоямыз. Бірақ неше жылдан бері күнә жасап жатырсыз десе, немесе неше уақыттан бері тәубе еттіңіз десе, айта алмай қаламыз. Қағбаны бірінші рет көрген кезде бәріңіз жыладыңыздар, бәріңіз жыладыңыздар. Не үшін жыладыңыздар, айтыңыздаршы. Күнәларыңызға тәубе еттіңіздер, Әсіресе әйел кісілер түсінеді, біз еркектерге онша қызық емес ол тема. Үйлеріңізден ұзатылып баратқан кезде жыладыңыздар ғой, Сол кезде не үшін жыладыңыздар? Қайтып бармай қалам, ата-анамды көрмей қалам деп жыладыңыздар ма? Бірақ көрдіңіздер ғой ата-аналарыңызды, дұрыс па? Бірақ мына Қағбаны көргенде, дәл мақұл ұзатылып келдіңіз үйге. Күйеуіңіздің отанына ұзатылып келдіңіз. Қайтып үйіңізге барғанда жыладыңыз ба? Жылаған жоқсыздар, мама қалайсыздар, не сақтарыңызға деп кірдіңіздер. Ал бірақ Қағбанан келген кезде де жылайсыз. Ертең қайтып бара жатқан кезде де жылайсыз. Әкеңіздің үйі ме ол? Или сіздің ұзатылып келген қайын жұртыңыз ба? Жоқ, олай емес. Бұл Раббыңыздың мейірімі түскен орын болғандықтан не қыласыз? Мынау өзіңіздің жан дүниеңіздегі жылауыңыз, ол не қылады? Әлгі нәрселер тазалайды. Сондықтан мына жерде жақын ғой бара саламыз деп жүрмеңіздер. Мүмкіншілік. Келгендеріңізде неше күн болды? Мысалға, мен өзім тобым 22-сіне келгендер. Қанша болды? 5 күн болды. Әне, 5 күн. Қараңыздар енді. Бірінші келе жатқан кезде кісілер былай деп айтады. Осы умраға келерден алдын. Қанша күн десе, 10 күн десе. 10 күн ба не дейді. Біреу айтады. 10 күн ба дейді. Біреу айтады. 10 күн жақсы дейді. Енді бұл үшеуі де бір санды айтып жатыр. Бірінші адам 10 күн деген проблема мына жерде. Көз алдына проблеманы адасып қаламын, ойбай аш қаламын, ойбай не болады екен, ойбай анау, мынау. 10 күн деген адамның өмірі дәл солай 10 күн секілді өтеді. Созылып, анағанда үлгермейді, мынағанда уақыт өтпей кетеді ана кісіге. Ұйықтайды, ұйқысы қанады, бірақ қараса 10 минут ұйықтаған. Қағбаға барайын дейді, жүргісі келмейді. Әлгі 10 күн деген адамға көзді ашып жұмғанша өтеді де кетеді ол. Неге? Өйткені Алла тағала оған не беріп жатыр? Берекет беріп жатыр. Сол анау 10 күнге келген адам мен 10 күнге келген адамның разницасы, екеуі де күнде өмір сүріп жатыр. Бірақ мына 10 күнге келген адамның істеген ісінде береке жоқ. 10 күнге келген адам бәдәл умраға да үлгеріп жатыр, тауафта жасап үлгеріп жатыр, садақаны да жасап үлгеріп жатыр. Әлгі жерде басқа дүниелерде намазда, тахаджудқа үлгеріп жатыр. 10 күнге келген адам таң намазда ұйықтап қалады. 10 күнге келген адам бәдәл умраға баруға қиналады. Ал енді 10 күнге келген адам, ана 10 күн мен 10 күнді салыстырдық қой, 10 күн келген адам мына екеуінің де ісіне үлгереді. Ұйықтап да үлгереді, құлшылығында жасап үлгереді, басқасын да қыдыруда қатырып жібереді, сауда саттықты да өлтіріп жібереді ол кісі. Сауда саттықты да өлтіріп жібереді. Қазір біздер құлшылыққа, намазға барамыз дейміз ғой, намазға кетіп бара жатқан кезде сіздің тіліңізді білмейтін бір адам шығады. 10 реал, 10 реал, 5 реал, 5 реал, 5 реал, 5 реал деп шығады. Бара жатқанның өзінде Алла тағала сізді сынап жатыр. Қайда бара жатқаныңызда сынап жатыр. Дүниесіне ме, жоқ әлде құлшылыққа ма? Дүниесіне болатын болса, сол жерден еңді аласың, өзің ұнатқан затты аласың да қайтасың сонымен. Ал енді Раббыңның разылығына баратын болсаң, ары қарай ештеңеге алданбай кетесің. Ад-дүния мата'ал ғурур дейді Алла тағала. Дүние бұл алдамшы ғана нәрсе дейді. Біз еще кеше өткенде бір жігіттерге айтып едім. Бір затты ұнатып қаламыз деймін да. Намазда тұрсақ, сол намазда соны ойлаймыз ғой біз шіркін. Ана бағана көйлекті ұнатып емей? Сол көйлекті ешкім ақ қоймай меген, мына имамда бір намазды сол жіберді ау.
Шамның өзінде тұрып ал. Ана Шамда бізде Қазақстанда қысқа сүрелерді оқиды ғой өзі. Фатиха деген ықыластан кейін Фалақ Насты оқиды, сонымен Аллаху Акбарға кете саламыз ғой біз. Мына жерде бір бетке жуық оқиды. Біз бір бетті санап атқан жоқпыз. Ойпырмай, ана нені неғылатын болды. Ана қайтып келем екен, бағана 5 реал мән деп тұрамыз. Олай емес. Алла тағала сізге мейірім мен махаббатты кешірімді нәсіп етіп тұрған жерде шайтан, Хашр сүресін ашып оқысаңыздар болады. Ешқашан адамды қолынан жетектеп күнә істіге жұмсамайды. Мысалға, мен Абидин ұстазды отырған жерінен бұлай ұстап алуы мүмкін. Абидин ұстаз, жүріңіз, мына бір нәрселерді жасайық деп сүйреуі мүмкін. Бірақ шайтан бізді бір нәрсені жұмсамайды, сүйремейді ғой бізді шаруашылық оның. Ол тек қана не дейді? Ой салат болды. Ой салат. Жүрсе кетік, ана жерде бір заттыр ұрлап алсай, тегінге батқан дүние ғой. Сол секілді шайтан сіздің намазыңызды да ұрлайды ғой, ұры ғой ол. Ұрының қолын кеседі біздің шариғатта. Біз оның несін кесеміз? Жолын кесеміз. Қалай? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп сөзі арқылы ғана оның жолын кесеміз. Болды. Одан ары қарай не жоқ? Проблема болмауы керек бізде, иншалла. Менің айтайын дегенім болса, біздің амалдарымыз еселеніп отқан жерде жүрміз. Қазір барлықтарыңызға мен 2-3 теңгеден не берейін? Барлықтарыңыз кәсіпіңізге 2-3 теңгеден ақша аударайын. Сөйтінде біраз уақыттан кейін тұрғаннан кейін бұл 100 есе көбейеді дейін. 2 миллион теңге болады. Еле болмасам сіздерден 2-3 теңгеден ақша жинап алайын мен. Сөйтінде ертең бір сағаттан кейін әрқайсыларыңызға 2 миллион теңгеден таратып беремін десем, бәріңіз аударасыздар маған. Бәріңіз аударасыздар. Бірақ қағыбаға барып 2 ракат намаз оқы десе, ай аяғым ауырып жатыр. Ай бөлмені қалыс қой мына жер деп не қыламыз? Сылтауратамыз. Бірақ кәсіпіңізде 2-3 теңге жоқ болса, үйіңізде тұрған біреуден сұрап аласыз. Бөлмеде, әй Қалдыгүл, әй Сапарбай, мына жақта Рүстем 2 миллион теңге аударам деп отыр 2-3 теңгеге. Аударып жіберші маған. Көрейік бұл баланың әусөлесін деген секілді. Бірақ не қыламыз? Мынау тұрған Раббымыздың разылығына кенелетін жерге бара жатқан кезде өзімізге өзіміз не айтамыз? Сылтау айтамыз. Ай сол жерде оқымаса да, бөлмеде оқса да болатын шығар деп өз-өзімізге өз пәтуа беріп жүреміз сол кезде. Ай Құдай қабыл қылады ғой деп қоямыз өзімізше. Құдай қабыл қылады әрине, бірақ немізде болуымыз керек? Құдайға әрқашанда мұқтаж болуымыз керек. Біз дүниеде ауа деген нәрсеге мұқтажбыз. Мұна қазір ішіп отқан суға мұқтажбыз. Дәл сол секілді біз Раббымызға да мұқтажбыз. Бірақ Алла тағала бізге ешқашан мұқтаж емес. Ешқашан мұқтаж болмайды. Біз намаз оқысақ та ол Алла күйінде тұрады. Намаз оқымасақ та ол Алла күйінде тұрады. Мен намаз оқып отырмын, Алла тағала маған бәрін беру керек деген нәрсе жоқ. Немесе Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл дүниенің мысалы Раббының алдында бір қанат дейді, шыбынның қанатындай қадірі жоқ дейді. Егер қадірі болса еді де, христиандарға, еврейлерге дүниеден дым да бермейтін еді дейді. Мысалға да, ойлаңыз енді. Сондықтан мына жер Раббыларыңыздың нағыз акциясы ғой. Раббымыздың акциясы. Қазір Қазақстанға барсаңыз, Каспий жұма деген дүние бар. Каспий жұмада 24 айға бір-біріне зат беріліп жатса, мен сияқты ақмақтардың алатын ең бірінші дүниесі не ол? iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 Pro Max. Дәл сол секілді мына жерден Алладан сұрасаңыз, адалынан, я Алла адалынан бер десеңіз, Раббыңыз береді. Мысалы, менің қасымды қырып тастайық қазір отырған жерінде. Мен қалай оқып қалам? Ұсқынсыз оқып қалам ғой, қасым жоқ, мына жерден қараңыз. Раббыңыз сізге сұратпай берген қасты, сұрамай берген қасты. Бұл айтып атқаным аяттың мағынасы бұл. Лақад халақнал инсана фи ахсани тақвим дейді. Яғни ол деген сөз адамзатты бір көркем бейнеде жараттық дейді. Сіздің қасыңызда немесе бір нәрсеңіз алып тастаса, Алла тағала оған не емес, мұқтаж емес. Бірақ сіз мұқтажсыз ол нәрсеге. Дәл сол секілді Раббыңызға да сіз несіз? Мұқтажсыз. Раббыңыздан сол нәрсені не қылуыңыз керек? Сұрай алуыңыз керек. Бірақ Құдайдан не деп сұрау керек? Құдай бер. Құдай бер. Сен бермесең болмайды. Құдай бер дей бермей. Құдай бер, не берсең де берекесімен бер. Түсінікті ғой? Берсең берекесімен бер. Алайын Құдай деген секілді немен болады? Кәлимамен болады иншалла.